Ана сіздің бір әңгімеңіз бар, адамдарды екіге бөліп қарайтын, қабілетті және жасампаз деген. Осыған байланысты айтыңызшы, осыны ашып. Бұл деген негізгі мәселе осында. Иә. Бұның адам баласын Алла Тағала жаратқанда, табиғат жаратсын, Алла Тағала жаратсын, бірдей қылып жаратқан. Бәрімізде және бұның шеберлігі сол, бір адам бір адамға ұқсап деп миллиондаған адамның түріне қарап қазақ екенін білесің, орыс екенін білесің, әлі сұмдық шеберлігі адам. Бәрін жасағанда бірдей қылып жасаған. Аяқ, екі қол, екі көз бар. Ал бірақ қабілеті әртүрлі. Біреу ақылды, біреу ақымақ, біреу күшті, біреу әлсіз, біреу көрікпен, біреу иіс алмас. Сол сияқты бөлініп келеді. Осылардың ішінде қабілеттілердің өзі екіге бөлінеді. Біреуі жай қабілетті, біреуі жасампаз қабілетті. Жай қабілетті не көрсетсеңіз, не айтсаңыз, не істесеңіз көрсетіп, соны бірден қағып алады, бірден соны өзіңіздей қылып істеп береді. Көшіріп алады. Бірақ жаңа өзінің істемесі жоқ. Айтқанда ол орындаушы емес. Қабілеті жетіп, ананы істейтін затты, мысалы, етікті қу керек болса, етікті сүмірейтіп, ұстазы үйреткен етікті тігіп береді. Бірдемені жасау керек, қамшы өру керек болатын болса, қамшыңды өріп береді. Бір көрсеткеннен қабілетті өйткені. Бір кітап жатты десең, жаттап береді, мына өлеңді айт десең айтады. Ал жасампаздар қабілеттің істегеніндей қабілетті, бірақ ол жасампаз. Жаңа шәкірт етікшіден үйренді. Үйреніп болғаннан кейін, ана жұмыс беруші, ай, Мырқымбай, сен енді анау ұстазыңдай не қылатын ба? Ал, шық, мынау сенің бүткің осында отырды, етігін тік, мынау материалың, мынау не деді. Өліп баратса да жаңа ұстазының етігін тік бейді, одан жақсы қылып. Жасампаздың міндеті сол. Сол кісі айтады, мемлекет басшының данышпан болуы міндет емес дейді. Бірақ мемлекет басшысы адам тану керек дейді. Сол әлгіндей жасампаздарды тауып, әр саланың өзінің қабілетті, жаңа оның ішіне жасампазын тауып, сол өз саласына қойсаң, оны жұмыс еткізсең, 5 жылдың ішінде әлемнің ең артында қалған елден біріншілігі шығаруға болады дейді. 5-ақ жыл. 5-ақ жыл. 5-ақ жылдың ішінде дейді. Өзі шығарды да солай. Мына бізде бар ғой. Біздің тарих тек жеңгендерді ғана дәріптеп бұраққан тарих. Жеңілдің ба, сен албастысың, сен жамансың. Мысалы жасыратын жоқ. Бұл әлгіні айтып отқан адам Гитлер. Егер Гитлер жеңіп кеткенде, әділетті егер деп біз айтып жүретін бүкіл әлем солай шуды. Шындап келгенде, кешегі біздің бабаларымызда, анау кіміңіз, Македонскийіңізді, Сезаріңізді, Кариб Великийіңізді, Арыстан жүректі, Ришетіңізді, Шыңғысхан ақсақ темірлердің бәрді жаулаушылар, жеңушілер. Көрдіңіз бе? Ал сондайлардың жеңілгендерінің бәрі қалды. Адамның саны аз болды. Бірақ адамдық қасиетті, қабылы жеңімпаздығы әрілерден кем емес. Оларды тарих сырт тастады. Оның халқын да атамай қалды, тарихын білмейді, тарих оларды білмейді. Тарих жеңімпаздардың өкілдерінің қолымен жазылды. Бұл деген сөз, тарих жеңімпаздардың мүддесін көздеген тарих. Күні бүгінге дейін солай. Қазірде адамзат баласы бір шеңберге келеді. Оның ең басты бәлесі алғашқы. Өзі ең басты да әлгі қабілеттен шығады. Ең бірінші де күш алға шыққан. Алғашқы кезде тарихы да ол сөз. Ол аңда да, құстан да бәрінен де көру болады. Басшысы болады. Көсеме болады. Ал енді одан кейін уақыт өте-өтеген адамның артықшылы ақыл. Тарих сахнасына ақыл шығыпты. Ақыл күштінен де, қабілеттінен де меңгерді. Өзінің нәсіне болады. Содан кейін барып, ол өзінің ананың да, мұнаның да өзінің қырамып салған, өзінің қозалықсы кет. Сөйтіп, анау даму сатысындағы құрылымдар бар ғой. Аталық, ру, тайпа, беттік, қандық, қағандық, ұлыс болып кетеді. Сол салалардың басына келген әлгіндей қабілеттерлер өзінің ғамын ойлайтындар.
соның айтқанымен жүретін болды. Бүкіл тарихы. Қазірде сол жеңімпаз елдердің, күшті елдердің айтқанымен ғана істейміз. Қазірдің Американың айтқаны сізге болады. Білдіңіз бе? Енді осы дүние жүзіндегі мүмкін емес заттың болдырып жатқан адамның ақылы. Қарашы, космосқа шығып жатыр. Ана Илон Маск Марсқа қала салам деп жатыр. Көрдіңіз бе? Мұхиттың астын зерттеп біттік. Бәрі неше түрлі. Ал сол ақыл осы жер бетіне келген адамзат баласының ұрпағының аз ғұмыр ғой. 100 жасаса да аз ғұмыр. Мәңгіліктен сау. Сол өмірін қалай бақытты етуге болады. Солар қалай ауру сырқаусыз өзінің аманат тірлігін, табиғаттың берген, Алланың берген табиғат несін қалай өткізеді дегенде әлемдік тұрғыда ойланған емес.